Қалыспаймыз, біз бірімізде қалмаймыз. Біз ғарышқа бірге ұшамыз. Достар. Тездет, ғарыш капитаны бағдарламасы басталып кететін болды. Арналарды шамам келгенше тезірек ауыстырып жатырмын ғой. Тезірек ауыстыршы. Өтіп кеттім, артқа. Өтіп кеттім деймін. Ақыры таптық. Бұл менің ең сүйікті бағдарламам. Ғарыш капитаны сондай қызық. Бұл ғарыш капитаны бағдарламасы. Сәлеметсіздер ме көрермендер? Аспан үсті әлеміне жасайтын сапарымызға қош келдіңіздер. Ана үлкен серіктерге қараңдаршы. Қай ғаламшар екен, а? Қазір ғарыш капитанының ғарышкерлік картасынан қарап көрейін. Мұнда өзіңе керек ақпараттың бәрі бар. О, міне мынау. Өте үлкен ғаламшар екен. Айналасындағы серігіне қараңдар. Өзі Сатурнға ұқсайтын секілді. Бұл өте алыста орналасқан Мұнда ғаламшар. көптеген айлар бар, жолдастар. Ал оларды зерттеу біздің міндетіміз. Ол жақта ай неге көп? Ай біреу ғана деп ойласам. Кейбір ғаламшарларда көптеген ай болады. Ал біз өмір сүретін жер болса, күн жүйесіндегі бір ғана ай бар ең үлкен ғаламшар. Достар, одан да өзіміз аспан әлеміне сапар жасайық. Дәл ғарыш капитаны секілді. Көрейік, бәлкім бізде көп ай табатын шығармыз. Я, сөзіңнің жаны бар. Бірақ алдымен бағдарламаны көріп алайық. Ауа райы туралы шұғыл мәліметтер хабарлау мақсатында ғарыш капитаны бағдарламасын Ғарыш кейінге қалдырамыз. капитанынан маңызды қандай ауа райы болуы мүмкін? Бүгін ғарыш әлемінде күн толқуы болады деп күтілуде. Сондықтан сапар барысында сақ болуларыңызды өтінеміз. Күннің толқуы деген не? Жарылғыш заттар мен күн сәулесінің күн бетінде шағылысуын күннің толқуы деп атайды. Ауа райы бір қалыпты болғанға дейін ешқайда шықпағанымыз дұрыс секілді. Ей, күннің толқуына бола аспан әлеміне сапарымызды кейінге қалдырамыз ба? Ғарыш капитанның үнемі айтатын сөзі естеріңде ме? Саспаймыз, сапарымызды бастаймыз. Дұрыс айтасың, қара торғай. Қане кеттік. Ал мен ше? Күндердің күнінде есейесің. Сол кезде бізбен бірге барасың. Ғарыш сарбаздары! Дайынбыз! Қанаттар! Дайын! Ғарыш тулығасы! Киді! Сапарға аттануға дайындалыңдар. 5, 4, 3, 2, 1. Қане кеттік! Қорқпаймыз, таппаймыз, сапарымызды бастаймыз! Қандай ғажап! Ғарыш ұшақтары жер бетіндегі байланыс аясынан алыстап кетті. Мына жақ расымен де ғарыш капитаны көрсеткендей екен. Эй! Сонымен, алдымен қай жақты зерттеуіміз керек? Эйва, ұсынысың бар ма? Қазіргі мезгілде Юпитерді аралаған өте ыңғайлы. Егер қаласаңдар, бағыт-бағдар бере алам. Қажеті жоқ, Эва. Күн жүйесін 5 саусағымда жақсы білем. Зерттейтін жерді өзім ақ табамын. Ана жақ. Ана тұрған тұманды аймақ тамаша жер секілді. Бізге бар болғаны. Жоқ, қараңдар! Мынау мен ойлағаннан да үлкен екен. Күн толқуынан қанатымызбен сақтанайық. Бағдар беретін жүйе істен шыққан секілді. Жерге қонуға дайындалыңдар. Жарақаттанып қалмадың ба, Шымшық? Иә, бәрі дұрыс. Бірақ қаршы! Ал... Бүркіт? Мені құтқарып қалдың, достым. Менің жағдайым жақсы. Біз қайдамыз? Адасып қалдық ба? Әрине олай емес. Көптен күткен сапарымызға келдік. Дегенмен қайда екенімізді өзімде біле алмай тұрмын. Бәлкім Эйва білетін шығар. Эйва, мынау қандай ғаламшар?
Жоқ, күн толқуынан пайда болған шағылысудың кесірінен байланыс нашарлап кеткенге ұқсайды. Мұнда қалсақ тоңуымыз мүмкін. Ұшуға дайындалыңдар. Қазір ұшуға болмайды. Күн сәулесінің байланысымызды құртып тастағанын ұмытып қалдың ба? Бұл қауіпті. Эльваның көмектесе алмайтыны рас шығар. Бірақ менің қолымнан келеді. Ғарыш капитанының ғарыш картасы. Жарайсың қаршыға. Ғарыш капитан айтушы еді ғой. Қорқуды таста, сапарды баста. Мұндағы таулар өте биік екен. Суық, мұзға толы жер екен. Бәлкім бұл Марс шығар. Марс күн мен жер қабатынан алыс орналасқан, және оның атмосферасы жер секілді жоғары температураны сақтап тұра алмайды. Ол тым жұқа. Демек біз Марстамыз ғой. Керемет, қане ұшайық. Төмен ұшсақ, денеміз жылы қалпын сақтайды. Ей, достар, мен ыстықтап барамын. Тек сен ғана емес. Қараңдар. Марс суық ғаламшар деп ойласам, енді шөл далаға айналды. Марста мұндай шөлді жерлер өте көп, алайда олар өте суық болатын. Демек біз тұрған ғаламшар Марс емес. Егер бұл ғаламшар Марс болмаса, біз қайдамыз? Қараңдар, демек бұл шолпан. Көрдіңдер ме, шолпан өте ыстық шөлді ғаламшар деп жазылған. Меркурий болуы да мүмкін. Меркурий күнге жақын орналасқан, өте ыстық ғаламшар. Бұл жердің қай ғаламшар екенін анықтау үшін зерттеу жұмыстарын жасайық. Зерттейтінде ештеңе көріп тұрған жоқпын. Қызыл тастардан басқа ештеңе жоқ. Бүркіт, бізге керегі де осы. Тас ба? Иә, осы тастар. Осы қызыл тасқа қарап, барлық ақпаратты білуге болады. Сәлем, тас мырза. Бұл жердің қандай ғаламшар екенін білесің бе? Жоқ, қаршыға, оларға сөйлегеннен ештеңе таппайсың. Оларды зерттеу керек. Қап, кешірім сұраймын. Шамамыз келгенше қызыл тастарды көбірек етіп жинайық. Сөйтіп оларды зерттеп, қай ғаламшарда екенімізді анықтаймыз. Сонымен біз қайдамыз, шымшық? Я, Меркурий ме әлде шолпан ба? Жасаған тұжырымға сүйенсек, мына тастар шолпан ғаламшарыныкі емес, ал мына үлкен тастар Меркурийға да, Нептунға да жатпайды. Демек біз аталған ғаламшарды емеспіз. Сонда біз қай ғаламшарда екенімізді әлі білмейміз бе? Демек біз адасып кеттік бе? Иә, солай. Бірақ бұл құпияның мәнісін шешейік. Қолымызды бір сілте алмаймыз. Тығырыққа тап болсақ, одан шығар жол ізде. Жаңағы картаны көрейінші, қане? Мына ғаламшар болуы мүмкін бе? Ал мынау ше? Жоқ, бұған ұқсамайды. Сен бе? Ал мынау туралы не дейсің? Жоқ, мен білмеймін, Бүркіт. Мына ғаламшар деп ойламайым. Меніңше мына ғаламшарға көбірек ұқсайтын сияқты. Бәріне мен кінәлімін. Менің кесірінен адасып қалдық. Сапарға шығайық деп қоймаған менмін. Ауа райының қолайсыздығын ескермегенде мен. Ешкім білмейтін ғаламшарға әкеліп адастырғанда мен. Сондықтан да сендердің қастарыңда жүруге лайықты емеспін. Қаршыға, о не дегенің? Менсіз бара беріңдер. Енді менде мына қызыл тастардан басқа дос жоқ. Бүгіннен бастап осы тастармен тіршілік етемін. Күннің толқуы, қорқынышты ғаламшар, ғылыми зерттеулер, қаршыға. Біздің көптен күткен ең керемет сапарымыз осы емес пе? Иә, аз ғана уақыттың ішінде көптеген ақпарат жинадық. Сен болмағанда мұндай ғаламшарды көрмейтін едік. Негізі расында да қызық болды. Бәрі сендердің арқаларыңда, Біз достарым. батыл жандармыз. Ғарыш әлеміндегі ең мықты топ ол біз. Иә, ең мықты. Қараңғы түсіп барады. Енді қайда екенімізді ешқашан біле алмайтын болды. Бізге жарық беріп тұрған ай бар екен ғой. Ай! Қаршыға, сен данышпансың. Мен бе? Қаршыға ма? Иә, ол бәрін тапты. Мен бе? Қаршыға ма? Иә, жер туралы қартаң не дейді қаршыға? Жер бетінде мұзға толы суық жерден бастап ыстық шөлейтті жерге дейін алуан түрлі көріністер бар. Жер бір ғана айы бар ғаламшар. Иә, бұл ғаламшар суық. Сонымен қатар бұл ғаламшар ыстық. Және осы ғаламшарда бір ғана ай бар. Бірақ бұл дегеніміз біздің тұрған жеріміз? Жер! Ақыры таптық. Үйіміз екен ғой. Осы уақытқа дейін жер бетінде болған екенбіз. Біз тауып алған жер шолпандық емес, Меркурийдікі де емес.
Олар жер ғаламшарынікі. Айды көрген кезде бұлай қуанбаппын. Сәлем, достар. А? Тастардың әдемісін қара. Қара торғай. Мен айдың суретін салдым, қараңдаршы. Я айды сондай жақсы көрем. Бірақ суретім әлі аяқталған жоқ. Күлгіндіз қашет секілді. Суретің сондай керемет, қара торғай. Ей, қараңдар. Анау біздің мектеп қой. Я, келесі сапарымызға картаның қажет жоқ деп ойлаймын. Үйге кеттік. Кім соңында қаламыз, ол қорқақ азамат. Жинайсыңдар. Достар, тоқтаңдаршы.